Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай медовый торттың рецептімен бөліскім келеді. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің үйдің сүйікті торты. Жиі жасап тұрамын. Балалар өте қатты жақсы көреді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Водяной баняда сармайымызды ерітіп, үстінен қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен 2 қасық балымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен пищевой содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Газымыздан түсірген соң міндетті түрде суытып аламыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалады. Біздің 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, керегінше ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз, өйткені қамырымыз әдемі шығу үшін. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болған соң 4 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып, қызып тұрған пеште 7-10 минут пісіріп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Кремін дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен крахмалымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Крахмалды ұнмен алмастырсаңыздар болады, бірақ мен крахмал пайдаландым. Сүтіміздің толық қайнауы міндетті емес. Қайнауына 1 минут қалған кезде жаңағы массамызға жартысын араластырып, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін жартысын араластырып аламыз. Содан соң барлығын араластырып, сүттің үздіксіз қозғап отыратын боламыз, өйткені күйіп кетпеуі үшін. Біздің креміміз дайын болды. Қорждарымызды 26-лық формаға келтіріп кесіп алдым. Жаңағы кремімізді салып, қорждарымызды жинайтын боламыз. Міндетті түрде арасына крем жағып отырамыз. Барлық қорждарымыздың арасына жағып шығамыз. Содан соң кольцомыздан ажыратып, жанына да жағатын боламыз. Ұнтақталған қоржымызды жанына сеуіп жағып шығатын боламыз. Әсемдік үшін мен сгущенкамен сармайды ерітіп бетіне жағатын боламын, және ақ шоколадпен, қара шоколадпен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Өте дәмді